Сәлеметсіздер ме, менің YouTube көрермендерім? Сіздерге бүгін мен бет массажы, ЛФК-сы және де іш массажы және де қолға қалай массаж жасау керек екенін ЛФК-сын көрсететін боламын. Ең алдымен мына видеодағыдай бірінші көргендеріңіздей баланың бетін осылайынан массаж жасап аласыздар, ішімен жатқызып. Мінекей ЛФК-сын жасадық, екі қолын ішімен жатқызып, екі қолын көтеріп осылай жасасаңыздар өте жақсы балаға көмек тигізеді. Енді біз іш массажына өтетін болсақ, мінекей іш массажында егерде балаңыз іші желденіп жатса, балаңыз іші кеуіп, іші қатып, үлкен дәретін шығарамай жатқан болатын болса, осы массаж жасайтын болсаңыздар өте жақсы көмектеседі. Мінекей осылай жасайсыздар видеоны көргендеріңіздей. Міне бағана айналдыра отырып шеңбер жасайсыздар бірінші, Мінекей одан кейін осындай әдістермен жасаймыз массажды. Міне көріп отқандарыңыздай тура осы видеодағыдай жасайтын болсаңыздар, Алла қаласа өте жақсы нәтиже көрсететін боласыздар. Енді біз көкірек тұсына тиіспейміз, осылайынан сипалап қоямыз. Көкірек тұсына массаж жасауға болмайды, осылайынан сипап қоямыз. Енді біз мінекей біз сұрақ белгісін жасап жатырмыз. Міне көріп тұрсыздар, сұрақ белгісі бұл. Міне қара, сызып жатырмыз, қараңыздар, Міне осылай жасасаңыздар желдің шығуына өте жақсы көмегін береді іші кепкен кезде. Мінекей міне осылай ішектерін сұрақ белгісі арқылы жасаймыз. Кейін міне осылай жасап жүресіздер. Мінекей осылай жасайсыздар. Енді біз қол массажына өтетін боламыз. Ең алдымен қол массажына, яғни бірінші біз сипалап аламыз қолын, жақсылап сипалап аламыз. Мінекей осылайынан маймен жасайсыздар, майдың да сапалысын таңдағандарыңыз дұрыс. Енді алақанына жасаймыз бірінші. Мінекей міне осылай алақанды жақсылап қыздырып аламыз. Мінекей әр саусағын міне осылайынан саусақтың түбінен осылай қыздырасыздар. Мінекей сосын осылай ЛФК-сын жасайсыздар, міне көріп отырсыздар, айналдыра отырып жасайсыздар жаймен, Мінекей осылай жасайсыздар. Енді міне сыртқы бөлігінде осылай айналдыра отырып массаж жасайсыздар. Мінекей енді ЛФК-сына өтеміз. Міне айналдырасыздар қолды. Міне оң жақ қарай, одан кейін сол жақ қарай, одан кейін мінекей осылай жасайсыздар. Міне оң жақ қарай, сол жақ қарай. Енді қолға өтетін боламыз жоғары жағына. Мінекей бірінші сипалап аламыз. Одан кейін міне қыздырамыз. Мінекей осы қыздыру әдісі бізде. Мінекей, қыздыру әдісі. Енді біз уқалаймыз. Міне бұл уқалау әдісі. Мінекей осылай жақсылап қолын қыздырасыздар. Қызару керек. Егерде массаж жасаған кезде балаларыңыз денесі қызатын болса, массаж дұрыс жасап жатыр деген сөз. Мінекей осылай уқалаймыз. Енді мынау аралау әдісі. Қараңыздар, қалай қолым қалай тұр менің. Міне аралау әдісі. Мінекей. Енді бұл мына вибрация әдісі. Мінекей. Бұл вибрация әдісі. Енді ең соңында соққы әдісімен аяқтаймыз массажымызды, қол массажын. Енді ЛФК-сына өтетін боламыз қолдың. Мінекей ЛФК-сын осылайынан баланың қолын айландыра отырып мінекей жасаймыз. Міне 1, 2, 1, 2. Міне осылайына жасасаңыздар өте жақсы көмегін береді балаға. Мінекей буындарына да бұл. Міне көріп тұрсыздар, Мінекей осылай жасайсыздар ЛФК-сын. Енді екі қолын осылай ұстап алып, міне жоғары төмен, жоғары төмен. Енді шынтағын міне жерге ұрасыздар. Міне қара, көрдіңіздер ме? Жайлап жасайсыздар. Міне мұқият жасайсыздар. Міне енді жоғары көтереміз қолын, Ең оңай тәсіл, міне өздеріңіз жасап жүрген шығарсыздар балаларыңызға. Мінекей осылай айналдыра отырып жасайсыздар. Мінекей міне енді біз бет массажына өтетін боламыз. Міне
Қазір бет массажын көрсетемін. Мінекей, баланы жатқызып алып, мінекей осылайынан жайлап, саусақтың ұшымен, міне көресіздер ме? Міне осы әдіс мұрын бітеліп қалған кезде, мұрыннан мысалы үшін тұмау болып қалады балаларымыз, қақырық шығармай жатады. Осы мұрынға солай массаж жасасаңыздар өте жақсы көмегін береді. Міне енді құлаққа, міне көресіздер ме? Міне нүктелі массаж, құлақтың нүктелі массаж. Мінекей, міне осы әдіс өте жақсы мұрын тесіктерін ашуға көмектеседі. Мінекей, енді баланы ойнатамыз, міне осылайынан вибрация жасаймыз.